ВИЧ, қазақша АИВ, адамның иммун тапшылық вирусы. Әлемді жаулаған бұл аурудың қазіргі таңда толықтай емі жоқ. АИВ биологиялық сұйықтықтар арқылы жұғады. АИВ адамды өлтірмейді, адам ағзасындағы көптеген ауруларды асқындырады. Соның нәтижесінде АИВ жұқтырған адамдар иммундық тапшылықтың әсерінен түрлі ауруларға шалдығады. Дәл сол аурулардан қаза табады. Дегенмен арнайы дәрі-дәрмектер арқылы адамдардың өмірін ұзартуға болады. АИВ-ны жұқтыру үшін АИВ-мен ауыратын адамның көзге көрінбейтін кішкентай ғана қанының бөлігі сау адамның ағзасына түсуінің өзі жеткілікті болып табылады. Ғалымдар ашық жара арқылы да АИВ-ны жұқтыру қаупі жоғары екенін айтады. Қазіргі таңда мен АИВ-дан сақтанып жүрмін деп сенімді түрде айту қате түсінік. Бұл ауруды барлық адам жұқтыруы мүмкін. Қарапайым ғана мысал келтірейік. Жеке бас гигиенасын сақтайтын заттарды бірнеше адамның пайдалануы да АИВ-ның жұғуына әкелуі мүмкін. Мысал ретінде, жігіттердің арасында бір бритваны, қырынатын затты пайдалану, қыздардың арасында бір маникюрге арналған заттарды пайдалануды айтуға болады. Сонымен қоса салондар мен стоматологияларда және тағы басқа жерлерде жұқтыру қаупі жоғары. Өзінің денсаулығына сенімді болу үшін кез келген адам тұрғылықты мекенжай бойынша АИВ-ға қан тапсыра алады. Бұл құпия әрі тегін түрде жүзеге асады. Барлық деректер тек дәрігерлерде сақталады. АИВ-ға қан тапсырыңыздар, өздеріңізді және жақындарыңызды сақтаңыздар.